Жақсы сохраню. Қазір сәл адам жиналсын, тағы да біраз адам кірсін. Бастай береміз ғой деймін. Даусым естіліп жатыр ма? Жақсы естіліп тұр ма? Саламатсыздар ма? Бүгінгі лекция тақырыбы жат ағымдардың күпірлікпен айыптау үрдісі белең алған уақытта бүгінгі таңда такфиризм, яғни тәкфіршілер туралы айтатын боламыз, яғни олардың қайдан және не үшін шыққандарын және олардың идеологиясы қандай екені жайлы. Қазіргі таңда мұсылмандар арасында бір-бірін күпірлікпен айыптау кең белес алуда және де көптеген сұрақтарда бір-бірімен келіспеген жағдайда бір-бірін, яғни діннен шығарып жіберу мәселесі өршіп тұр. Соған байланысты тәкфіршілердің кім екені, тәкфіршілердің қандай жамағат екенін біліп алғанымыз дұрыс болады. Күпірлікпен айыптау мәселесі қазіргі таңда исламда ол жат ағымдардың жетекшілерінің, көшбасшыларының жемісі ретінде санауға болады. Себебі тіпті біз псевдо-сәләфилік қазіргі таңдағы шейхтардың ойларын алып қарайтын болсақ, олардың айтқандарын алып қарайтын болсақ, олардың өздері де, яғни күпірлікпен айыптау мәселесіне келгенде бұл нәрсені өте қате санайды. Яғни оған көптеген дәлелдер әкелуге болады, хадистен, Құран аяттарынан. Яғни пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи сәлем өзінің бір хадисінде айтады, егерде кімде-кім өзінің бір бауырын ей кәпір деп айтатын болса, ол өзіне қайтадан айналып келуі мүмкін дейді. Яғни біз жала жауатын болсақ, немесе тура анығын білместен біреуді айыптайтын болсақ, ол дәлелденбеген жағдайда ол сөз өзімізге кері әсерін тигізуі мүмкін. Біз Құран аяттарынан да білеміз, исламда еш дәлелсіз жала жабу мәселесінде біз егерде біреуге еш дәлелсіз жала жабатын болсақ, ондеше өзімізге ашық күнә жасап аламыз. Олар жаңағы тәкфіршілер жамағаты, олар өздерін бұрмалаған сенімдермен көптеген мұсылмандарды, яғни таухид пен куфр, иман мен ширк, яғни мәселелерінде адастырып, өздерінен басқа
мұсылмандарды хақ жолдан тайған деп есептеуде және айыптауда. Діни сауатының, яғни діни сауатының төмендігі салдарынан жаңағы сияқты мәселелер туындап кетіп жатыр. Ат-такфир уәл хиджра немесе хиджра жамағаты деген өздерін мұсылман жамағаты деп атайды. Бұл исламдағы шектен шыққан топтардың бірі. Яғни ағым өткен ғасырдың 1960 жылдары Мысыр мемлекетінде, Мысыр елінің түрмелерінде жаппай беле салған, яғни жаппай қамауға алынған мұсылмандардың арасында белең алып, бой көтеріп, әсіресе Мысыр студенттерінің арасында кең тараған болатын. 1967 жылдары Мысыр мемлекетінде президент сайлауы қарсаңында ағым екіге бөлініп кетеді. Бірі сайлауға қатысуға ниет білдірсе, ал екінші үзілді кесілді сайлауға қарсы шығады екінші топ. Яғни бұл топ екіге бөлініп, өзара бір-бірімен келіспеушілік жағдайларға ұшырайды. Сол себепті сол кезде тәкфіршілер үкіметті мойындамай, сол мемлекетті басқарып отырған президентті, мемлекеттік билікті кәпір деп айыптап, және де сол мемлекеттің заңдарын мойындаған, мемлекеттік жүйені мойындаған халықты, кісілерді кәпірге шығару белең алып кетеді. Олардың оқыған намазы және ұстаған оразаларынан еш пайда жоқ деген пікірлер ел арасында өте қатты тарап кетеді. Және де осылайынан тәкфіршілер жамағаты пайда болады. Жаңағы ұйымның іргетасы негізі тәкфір ұғымында негізделінеді. Олардың түсінігінше тәкфір дегеніміз ол үлкен күнә жасаған әрбір адамды кәпірге шығаруға болады деп есептейді. Ал ислам дініндегі тәкфір сөзі күпірлікпен айыптау деген мағынаны білдіреді. Яғни да ислам сенімі бойынша дінде парыз етілген амалдарды мойындамаған кезде адам діннен шығады. Ал егер де адам Аллаға иман келтірсе, амалдардың парыз екенін барлығын мойындаса, оны жоққа шығармаса, адам діннен шықпайды. Яғни оны кәпір деп айыптауға болмайды. Тәкфіршілердің сенімі бойынша мұсылман адам кәлиманы тілмен айтып, жүрекпен бекітіп, және жүрекпен бекіткенімен ол ислам парыздарын орындамаса, оның иманды болып есептемейді, иманы толық емес деп есептейді. Яғни олар мұндай адамдарды тәкфіршілер бидағаттарды және күнәларды көп істеушілер, яғни бидағатшылар деп айыптайды. Сөйтіп оларға қарсы жихад жасау парыз деп есептейді. Оларды өлтіруге, әйелдерін және мал мүлкін тартып алуға және олардың қанын барлығын адал санайды. Және оның бәрін өздеріне рұқсат етілген деп біледі. Кәпір деп айыпталған адамның мал мүлкін өзіне рұқсат санайды. Тәкфіршілік идеология бойынша тәкфір үкімі негізі жеке адамдармен қатар билік өкілдеріне де жүргізеді. Яғни жаңағы жамағат, тәкфіршілер жамағаты мемлекеттің заңдарын, жүйесін мойындаған адамдарды, сол мемлекетте жаңағыдай иман келтіргенмен парыз амалдарды орындамайтын адамдарды, билік өкілдеріне жақын адамдарды, оның ішінде саяси жетекшілерді, қарулы күштер мен құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің барлығын, яғни кәпір деп айыптайды. Олардың түсінігінше шариғат заңдары мен үкім шығармайтын басшылар, олар басқарып отырған елде кәпір болып есептелінеді, және олар оны тағут мемлекеті деп атайды. Ислам дінінде тағут сөзі бүлікші, қылмыскер деген мағынаға сай келеді. Ал шариғат термині ретінде шариғат үкімдермен сөзбен немесе күш қолдану арқылы қайтаруды білдіреді. Енді тағут деген сөзді алып келетін болсақ, осыны біздің байқайтымыз бойынша тағут туралы түсінік псевдо-сәләфилік ағымның құрушысы, негізін қалаушысы саналатын Мұхаммед ибн Абдул Уахабтың еңбектерінде жиі кездеседі. Ол өз еңбегінде Ибн Таймияның және Ибн Әл-Қайым сынды шейхтардың радикалды ұстаным негізінен қаланған болатын. Және оның ішінде Алланың заңы, яғни шариғат бойынша амал етпеген, сонымен қатар зайырлық қағидасын ұстанған мемлекеттерді
олардың барлығын жаңағыдай тағут деп есептеген, тағут мемлекеті. Ағым мүшелері үшін тағут деп айыптап адамдардың айыптау, адамдардың қанын, малын халал болып есептейді өздеріне. Мұндай радикалды идеологияның ықпалына түскендердің өз елінің рухани мұрасын мойындамай, отан сүйгіштік және де ар намыстарының адамгершілігінен айыптап жанұясынан бас тарта бастайды. Яғни олар ең біріншіден жаңағыдай өздерінің отандарына отаны ретінде санамайды, өзінің тұрып жатқан мемлекетін. Ол мемлекет зайырлық қағидаларын ұстанатын болса, оларды тағут мемлекет деп санайды, және де шығарып жатқан үкімдердің бәрін шариғат бойынша үкім шықпайтын болса, онда ол мемлекеттен олар кетуге асығады, немесе сол мемлекетте жихад жариялайды. Осылайша адасқандар қарулы қақтығыстарға қатысатын террористік ұйым мүшелері болып табылады, және террористік ұйымдарға өтіп кету проценті жоғары болады жаңағыдай адамдардың жаңағы идеологиямен жүретін. Біз білетіндей, Астана қаласы сотының 2014 жылы жаңағы осы тәкфіршілер жамағаты экстремистік және террористік ұйым ретінде танылған болатын. Осы ағымның идеологиясын жасырын насихаттап жүрген азаматтар саны қазіргі таңда да былайша айтқанда азаймай отыр. Себебі бұл идеология негізі діни экстремистік ұйымдардың идеологтары тарапынан өте қатты насихатталуында және де әлі күнге дейін тоқталмауда. Дегенмен күпірлікпен айыптауды псевдо-сәләфилік ағымның ғалымдары да қолдамайды екен. Яғни біз айтамыз, қазіргі таңда осы деструктив діни ағымдардың бірі псевдо-сәләфилік, көптеген псевдо-сәләфилік ағымды ұстанатын адамдар күпірлікпен айыптау мәселесінде былайша айтқанда өте үлкен күнәға барып жатады. Бірақ та оларда Құран мен сүннеттен ғана осының барлығын аламыз десе де, және де біз айтатын олардың псевдо-шейхтарын алып қарайтын болсақ, олардың өзі осы кәпірлікпен айыптау мәселесінде дұрыс емес санайды. Яғни алатын болсақ, Ибн Усеймин деген шейхтің сөздерін алатын болсақ, ол айтады: біздің кезімізде өздерін діннің қатарына жатқызып, діни қызғаныш сымаққа негізделіп, Алла мен оның елшісі күпірлікпен айыптамаған адамдарды кәпір деп айыптап жүргендерді кездестіруге болады дейді. Яғни қазіргі таңда да біздің сүннетімізге сай емес, Құранда айтылмаған, яғни пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам кезінде айыптамаған адамдарды айыптау мәселесі қазіргі таңда өршіп отырғанын байқауымызға болады. Және де олардың тағы да бір шейхтары Салих әл-Фаузанның сөздерін алып қарайтын болсақ, кім мұсылмандардың әмірлерін күпірлікте айыптаса және оларға қарсы соғысқа шақырса, ол хауариж дейді. Яғни хауариждерден деп есептейді. Псевдо-сәләфилік идеологтардың тағы да біреуі Ибн Қайым мына хадиске арқа сүйей отырып былай деп айтады: кім мұсылмандар кімде-кім туысқандық байланысты үзуші болса, ол жаннатқа кірмейді дейді. Осыған сүйене отырып туысқандық байланысты ұстап тұру міндетті болып табылады, тіпті кәпірлермен де болса дейді. Яғни тәкфіршілік ағымның ұстанымдары бір қатар псевдо-сәләфи идеологтары тарапынан қолдау таппайтынын байқауға болады. Және де ол бұл тәкфірлік идеологиясының тарап кетуі жаңағыдай экстремистік ұйымдардың насихатын тоқтамай отырғанын байқауға болады. Және адамдардың діни сауатсыздығынан осындай мәселелерге ұшырап жатуы мүмкін. Және осындай діни сауатсыздықтың мәселесінен туындайтын тағы да шығатын белгілердің бірі бұл фитна, яғни бүлік ислам үшін де мұсылмандар үшін де көптеген апаттардың себебі болып табылады. Бұл жайында Құранда да айтылады, яғни бүлік шығару адам өлтіруден де жаман деп айтылып кеткен. Яғни біз бүлік шығара отырып, ол бүліктің шығуы мұсылмандарға да өте үлкен зардабын әкелуі мүмкін. Мен сәләфитпін, бірақ өзің ғана мұсылман
санайтындар туралы не дейсіз? Өзің ғана. Иә, жаңағы айтып кеткенімдей, кейбір адамдар біздің мемлекетте де, әрбір жерде де бұл идеологияны, яғни жасырын насихаттау, немесе кейбір адамдардың бұны өзінің ішінен, яғни жасырын осындай идеологияда жүруі мүмкін. Жалғыз өзін ғана мұсылман санау бұл дұрыс емес нәрсе. Себебі оның алды айтып кеткендей, яғни тәкфіршілік ағымның негізгі бастапқы айтатындары, яғни калимаға тілін келтірген болса, жүрегімен қабылдаған болса, бірақ та исламдағы парыз амалдарды орындамаған жағдайда ол кісіні кәпір деп айыптайды. Ал бұл негізінде дұрыс емес нәрсе. Себебі тілін калимаға келтірген адам, бірақ та исламның негізгі парыздарын жоққа шығармаған адам болса, ол діннен шыққан болып есептелмейді. Және де намаз, мен ғана намаз оқимын, қалған адамдар намаз оқымайды деп, намаз оқымаған адамдарды айыптау күпірлікте, және де ол діннен шыққан немесе дінде емес деп айту, ол өте үлкен күнә. Себебі ақырет күніне дейін уақыт бар. Ол кісінің парыздарды жоққа шығармаған болса, егерде ол бір Алла бар екенін мойындайтын болса, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам екенін мойындайтын болса, ол иншалла намаз жолына да, тура жолға түсуі де әбден мүмкін. Және жаңағы айтып кеткенде, егерде біз біреуді кәпір деп айыптайтын болсақ, ол олай болмайтын болып шықса, ол сөз өзімізге кері айналып тиюі мүмкін. Және де дәлелсіз біреуді айыптау, жала жабу, бұл өзімізге үлкен бір ашық күнә. Өзімізге күнә болып есептелінеді біреуге жала жабу. Ислам дінде такфир мәселесі бар ма? Бар болса, оның шарттары, ережелері бар ма? Иә, жаңағын айтып кеткен мәселелер ғой осының бәрі. Яғни біз кәпір деп, діннен шығып кеткен адам деп кімді есептейміз дейді? Яғни Аллах тағаланы мойындамаса, пайғамбарымызды мойындамаса, және де исламның парыздарын мойындамаған жағдайда. Осы негізгі жағдайлар. Яғни таухидты мойындамаса, немесе Аллах тағалаға сипат, адами антропологиялық сипаттар беретін болса, антроморфты сипаттар беретін болса, адам кейпінде елестетіп және соған сенетін болса, тағы да басқа сұрақтарыңыз болса, тіпті айта кететін жайт, бұл жерде жаңағыдай псевдо-сәләфилік шейхтарының өзі тіпті қазіргі таңдағы жаңағы сияқты кәпірлікпен айыптау мәселесінде адасып жатқан адамдар туралы, және де неше түрлі террористік акт жасап жатқан адамдар туралы олардың ой пікірі былайша айтқанда біздің үлкен ғалымдармен де сәйкес келеді. Себебі оларды, яғни хауариж мазхабынан деп айтады. Салих аль-Фаузанның сөзі бар, яғни біздің заманымызда хауариждердің сенімдеріне ие адамдар бар ма деп сұрақ қойылғанда, ол иә деп жауап берген. Мұсылмандарды күпірлікпен айыптау, одан да сорақысы оларды өлтіру, жәбірлеу және соғыс жариялау, бұл хауариждердің мазхабынан деп айтып кеткен екен. Яғни бұл жерде тіпті жаңағыдай псевдо-сәләфилік идеологиясын насихаттайтын шейхтардың өздері де бұндай мәселелерге келгенде оларды бірден дұрыс емес санайды бұндай мәселелерді. Құдайдың қолы аяғы бар өзіне тән деген адамның шариғаттағы үкімі қандай? Бұл мәселеде негізінде біз
ешкімді негізінде айыптауға тиіс емеспіз. Яғни осы мәселеде сен осындай неттің, сен кәпірсің деп айыптау дұрыс емес болып дау туындатып жатады. Бұл дұрыс емес нәрсе бір жағынан, бірақ та белгілі бір нәрселерге қалай айтсақ болады, үлкен ғалымдардың бұл мәселелерде көптеген өздерінің жеткізген дәлелдері бар, сөздері бар. Солардың барлығын алып келетін болсақ, мысалға Хамбали мазхабының құрушысы Хамбали айтып кеткен, яғни жаңағыдай Құдайдың қолы, аяғы бар, бірақ та өзіне тән деп айтатын адамдар болса, ол күпіршілік деп айтады. Бірақ та бұл бізге егерде осылайынан айтып жатқан адамды күпірлікпен айыптау мәселесіне уәж емес. Яғни біз үлкен ғалымдарымыз, Ахлу-Сунна уәл Жамадағы үлкен ғалымдарымыз осындай нәрселерді бізге міне дәлел ретінде көрсетті дей отырып, біз біреуді айыптауға асықпау керекпіз. Оның барлығы не үшін айтылған? Яғни біз сондай жағдайға жетпеуіміз үшін. Яғни жаңағыдай мәселені көргеннен кейін, дәлелдерді көргеннен кейін, ол ендігі әрі өзіміз бұндай адасушылыққа бармауымыз үшін, өзіміз білуіміз үшін және одан аулақ болуымыз үшін бізге айтылған. Яғни егерде осындай сенімде болатын болсан, бұл күпірлік сенім деген мәселе деп бізге ескерту мәселесінде айтылған. Яғни біздің заманымызда, біздің елімізде жүріп жатқан осы тәкфіршілік жамағаттың идеологиясы насихатталуы, ол жаңағыдай мұсылмандардың арасына бүлік салу болып есептелінеді. Ауызбіршіліктен кетіру, яғни бір-біріне сөзге, мәмілеге келмеуіне үлкен осындай зардаптарына әсер етеді. Тәкфіршілік бағытты ұстанатын адамды көзқарасын қайтаруға бола ма? Әрине, тәкфіршілік жамағатының сол бағыттағы көзқараста жүрген адамның сол ойынан қайтаруға болады. Оны қалай дейтін болсақ, егерде тәкфір идеологиясына кіріп кеткен адамдар кімдер? Олар жаңағыдай діни сауаттылығы өте төмен адамдар болып есептелінеді. Яғни ешбір дәлелсіз, немесе оған қасындағы жолдасы, немесе басқандай бір белгісіз бір ұстаздың оған келіп айтуын қабылдап жүре берген адам, сонда идеология кетіп қалған. Ал діни сауаты бар, яғни оқыған, ұстаздардан сабақ алған, біраз кітап оқыған адам ондай идеологияға түсіп кетпейді. Яғни біз сол себепті де бұл кісіге Құран мен хадистерден дәлел әкеле отырып, және де үлкен ғалымдарымыздың сөздерін жеткізе отырып, көптеген үкім мен пәтуаларды көрсете отырып, бұның ол идеологиядан алшақтауына көмектесуге болады. Жоғарыда сұрақ қойған. Жусан операциясымен кеткендердің көбісі хауариждер ме дейді. Жоқ, бұл мәселеде де өйтіп біз бірден айта салуымызға келмейді. Себебі ол жаққа кеткен адамдардың да арасынан, мысалға әйел адамдарды алатын болсақ, олар әрине өздерінің күйеуіне мойын сұнған азаматшалар болып табылған, яғни күйеуінің айтқанынан шықпаған, және де ол жаққа бас сауғалай бастағанда да күйеуінің айтуымен артынан кеткен адамдар. Мүмкін жаңағы сияқты көзқарастар болды,
айыптаушылық. Бірақ та кейіннен жусан операциясымен келгеннен кейін бұл кісілерге 16 жұмыстары жүргізілді. 16 жұмыстары жүргізілгеннен кейін бұл бұрындағы идеологиясынан олар кері қайтты. Және де дәстүрлі діни көзқарасқа қайтадан оралды десек те болады. Және де барлығымыз білетіндей, біз оның жүрегінде не бар екенін білмейміз. Сол себепті де оларды айыптау дұрыс емес болып саналады. Біз жаңағы сияқты хауариждер мәзһабы осындай да осындай деп жаңағы сияқты критерийлерін көрсеттік. Яғни хауариждер деп ол ақырет дәжжал шыққан уақытқа дейін хауариждер болады дейміз. Және хауариждер олар осындай тәкфіршілік идеологияны ұстанады, соғыс ашады, адалдың өздеріне жаңағыдай мұсылмандарды айыптап, оларды күпірлікке шығарып, олардың қанын, малын адал деп санайды деп айтып жатамыз. Бірақ та бұның бәрі өзіміздің бұл жолға жоламауымызға ескерту. Ал біреуді айыптауға жаңағыдай хауариж деп немесе онда өз тарапымыздан кәпірге шығару, ол өте үлкен күнә болып есептелінеді. Қоғамдағы дінге байланысты болып жатқан жағымсыз істер, олардың барлығы интернет әсерінен деп ойлаймын. Қазіргі таңда барлығымыз білетіндей 21 ғасырда осы интернет қатты дамып тұр. Яғни кез келген информация бізге көптеген қаншама алыс жерден бір жерге дейін WhatsApp желісі бар, ВКонтакте желісі бар, YouTube желілерінде бар. Яғни минут сайын, секунд сайын ол жерге неше түрлі видеолар салынуда, сайттарға көптеген мақалалар салынуда. Осының әсерінен бұл бір жағынан заманымыздың дамуына бір үлкен септік болғанымен де, жаңағыдай жат ағымдардың дамуына да, олардың өз идеологиясын насихаттауға да қолайлы жағдай жасап отыр десек те болады. Жаңа айтып кеткендей, тағут дегеніміз қылмыскер деген сөзге сай келеді. Оның алдында да айтқандай, тағут деген ол көбінесе жаңағы псевдосәләфилік ағымның құрушысы Мұхаммед Абдул Уахабтың еңбектерінде жиі кездеседі. Тағут деп жаңағыдай бір егерде мемлекет немесе адам зайырлық принциптерін ұстанатын болса, заңдар бір үкім шығарған кезде шариғат жолымен шығармайтын болса, адамдардың шығарған заңдарымен ұстанатын болса, бұл адамды жаңағыдай тағут немесе сол мемлекетті тағут мемлекеті деп айтып жатады. Яғни негізгі біздің ендігі бұл жерде білу керек нәрсеміз, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткендей, көршіңе және қонағыңа жақсы мінез таныт дейді. Яғни біз қасымызда көршіміз қандай болса да, оған ешқашанда ауыр сөз айтпауымыз керек, бір қатты сөзді тигізбеуіміз керек. Яғни жақындарымызбен өте қатты жақсы араласуымыз керек. Және де туысқандық қатынасымызды үзбеуіміз керек. Осыдан тағы да білетін жағдайымыз, негізгі мәселелер ол жаңағыдай Алланың бірлігіне мойынсұнатын болсақ, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбар екеніне сенім келтіретін болсақ, және де осы исламдағы парыздарды жоққа шығармайтын болсақ, олардың парыз екенін мойындасақ, біз ол кісі мұсылман екенін деп білеміз. Ал егерде біреулердің
жанағыдай калиманы тілімен айтып, жүрегімен қабылдап, бірақ та исламдағы амалдарды орындамайды, және де сол себептен ол мұсылман деп айтатын болса, ол әрине дұрыс емес сенім және дұрыс емес идеология болып есептелінеді. Ондеше қойылатын сұрақтар қойылды ғой деймін. Ондеше эфирімізді аяқтасақ. Қош сау болыңыздар.